Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай кабачиктен, яғни кәді дейді ғой, қазақша кәдіден жасалатын икраның өзінің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ең бірінші осы банкаларды стерильдеп, қапақтарын суға қайнатып алу керек. Осындай мантоваркаға стерильдеп аламыз, өте оңай әдіс екен. Менде үйде кабачкиім 5 килограммға жетпей тұр, мен 5 килограммнан істейтін боламын. Сол үшін біз бақшамыздан осындай 1 килограммдық кабачкиді алып үйге апарып тазалаймын. Достар, міне бүгінгі керек заттар маған ингредиенттер: кабачкиларды осылай тазалап, жуып, ішінде дәндерін бәрін тазалап алдым. Таза салмағы 5 килограмм болу керек. Және де пияз, сәбіз, тұз, қант, сұйық май, уксус және қара бұрыш керек. Ал енді бастайық. Ең бірінші біз кабачкиімізді турап аламыз. Үлкен болса осыны 4 бөлікке бөліп, осылай жұқалап тураңыздар, сонда тез пісетін болады. Осындай әдіспен тез туруға болады. Барлығын дайындап аламыз. Мен бүгін кабачкиімді бөлек пісіретін боламын, және де сәбіз бен пиязымызды бөлек пісіретін боламыз. Өйткені менде бүгін көп болғандықтан, 5 килограмм болғандықтан, міне осындай мантоварканың кастрюлі, асы қалың, осыған мен турап жай баяу отта осылай ең бірінші қыздырып аламын. Қатты тоқ кетті деп қорықпаңыздар, өйткені кабачкиіміз сәлден соң отырады өз-өзінен суы шығып. Енді біз сәбіздерімізді тураймыз. Осындай қылып, міне осылай турайтын әдісін көрсетемін. Осылай сәбіз алып, 3-ке бөліп, және тағы да сол кабачки сияқты жұқалап турап аламыз. Барлық ингредиенттер жұқа болғаны жақсы деп ойлаймын. Тез пісу үшін міне осындай қылып турап аламыз. Енді мен осындай 7 литрлік қазанға қалған жаңағы 600 грамм сұйық майдың 100 грамм кабачкиға қостық. Енді 500 грамм сәбізге қосатын боламыз. Достар, міне кабачкиларымыз біздің уже отырып келеді, суы шығып. Тек қана араластырып отырыңыздар, асты жабысып қалмасын, және де қатты отқа қоймаңыздар. Негізі Достар, негізі кабачки мен сәбізді бірге пісіруге болады. Тек қана олардың уақыты ұзақтау болғандықтан мен өйстіп екеуін бөлек-бөлек пісіріп, бірге қосып араластыруға ыңғайлы болатындай тез пісіріп алдым. Енді майымыз қызғанша осы пияздарымызды турап дайындап қоямыз. Ең бірінші сәбізді қуыратын боламыз. Сондықтан да бізге майды жасап қыздыру қажет. Сәбізіміз жасап қуырылса дәмді болады икрамыз. Міне майымыз қызып қалды. Оны біз пиязды үстіп салып тексереміз. Пияз қызарғанда мен сәбіз сала беремін. Міне кабачкиімді тағы да араластырамын. Суы шығып, міне азайып келеді, өзі отырып келеді. Жақсылап араластырып отырыңыздар. Дозды ешнәрсе қоспаймыз. Дозды бәрін сәбізге қосамыз. Одан кейін кабачкиді араластырғанда дәмі бәрі өзі бір-біріне сіңеді. Міне пиязымыз қызып қалды. Енді үстіне сәбізді салып қуырамыз. Жақсылап араластырып отырыңыздар. Онда отын қатты азайтпаңыздар. Қатты отта осылай сәбізді жұмсарғанша әбден қуырамыз. Тек қана араластырып отырыңыздар бәрін. Енді бір 15-20 минутқа осылай сәбізді өзін бөлек қуырамыз. Сәбізіміз жұмсарды деген кезде үстіне пияздарымыз қосып бірге пісіретін боламыз. Міне сарымсақ пен пиязымды турап алдым. Енді осының үстіне қосып, екеуін жақсылап араластырып, астын кішкене азайтып, отты баяу отқа қоямыз. Тағы да бір жарты сағатта пісіреміз. Достар, пиязы әбден пісу керек. Дәмін көрген кезде пияздың кітірлеген дауысы шықпау керек, әбден жұмсақ болу керек. Сонда біздің икрамыз жақсы блендермен жақсы езілетін болады. Кабачкиімізді солай жақсылап езгенше пісіреміз. Міне жарты сағат тұрды, араластырдым. Пиязы пісіп қалды. Бірақ әлі де бір 10-15 минут тұрады. Өйткені қазір мен томат қосам. 5 ас қасық томат қосамыз да, тағы да 10-15 минуттай сәбіз бен пиязымызды қуыратын боламыз. Томаттан кейін тек қана жиі араластырып отырыңыздар, әйтпесе томатпен тез күйіп кетеді асты. Отымыз баяу отта, қатты қыздырмаңыздар. Енді бір 10-15 минуттан кейін біздің сәбіз бен пиязымыз дайын болады. Міне кабачки дайын, суы бәрі шықты.
өзі езіліп тұр. Енді оның астын отын өшіре беруге болады. Кабачкиіміз дайын. Дәмін көрдім, жұп-жұмсақ. Енді отын сөндіреміз. Міне достар, пияз бен сәбізіміз де қорылды, екеуі де жұмсарды әбден. Енді оларды да сөндіреміз. Достар, менің қазаным кішкентай болғандықтан мен осындай 15 литрлік кастрюль алдым. Соған пияз бен сәбізімді аударып, кішкене суығаннан кейін блендермен езетін боламын. Бірінші тұзын және де қантын қосамыз. Тұзын мен қант мөлшерін описанияға жазып кетемін. Бірақ достар, тұзын жаңағы описанияда жазылып тұрған мөлшерінен жартысын қосып, араластырып, дәмін көріп, одан кейін тағы да жартысын қосып, сөйтіп дәмін көріп отырыңыздар. Өйткені тұздың дәмі әртүрлі болуы мүмкін. Не ашы болып кетуі мүмкін, не тұзы аз болып кетуі мүмкін. Мен достар, мені блендермен езіп алдым, осындай қылып, каша разный қылып. Енді кабачкиіміз де осылай еземіз блендермен. Міне кабачкиіміз дайын. Осындай әдемі езіліп, пюре сияқты болу керек. Енді кастрюльіміз отқа қоямыз қайрадан. Қатты отқа емес, орташа отта қоямыз. Өйткені каша образный болғаннан кейін ол асты күйіп кетуі мүмкін. Енді сәбіз бен кабачкиімізді араластырамыз. Егер де сіздерде осындай асты қалың кастрюльдеріңіз болса, сәбізді сразу сол кастрюльге пісіріп, ауыстырмай қоюға болады. Міне осылай жақсылап тұрып, араластырып екеуін. Енді осының үстіне сірке су дейді ғой, уксусымызды қосамыз. Уксусымыз 3 ас қасық, қатты толтырмай салыңыз, құйыңыздар. Достар, егер де уксусы көп десеңіздер, 2 қасық қана қосып, үстіне аспирин таблеткасын езіп, бір 3-4 таблеткасын езіп қосып болады. Ештеңе де болмайды, банкаларыңыз да атылмайды. Мен 3 ас қасық сірке суын қостым, бірақ аспирин қоспайым. Аспириннің ешқандай зияны жоқ. Мен өзім қиярларды банкаға жапқанда аспиринмен жабамын. Оның да рецептісін сіздерге салатын боламын. Достар, міне қайнап қалған кезде бұрышын қосамыз. Бұрышын қосып, енді 1-2 минут үстіп араластырып тұрамыз отқа. Одан кейін біздің икрамыз дайын болады. Банкаларымызға сала беруге болады одан кейін. Міне үстіп араластырып тұрамыз. Міне достар, біздің икрамыз дайын. Енді осындай ыстық күйінде банкаларымызға құйып, бірден жауып тастау керек, ыстық болып тұрғанда. Міне осындай 700 граммдық банкалар. Әртүрлі менің банкаларым. Осындай воронкаларыңыз болса тіптен жақсы, сыртына төгілмейді. Үсті бәрінен толтырып құямыз бетіне дейін. Бұл икранны менің қыздарым әсіресе жақсы көреді. Нанға жағып жегенде өте дәмді, салқын күйінде жақсы бұл икралар. Міне осылай банкамызды кішкене шайқап жібереміз. Арасында боздықтар қалып қоймас үшін. Достар, міне менде бұрандалы банка дейді ғой. Қаппағын бұрайтын. Осындай банкаға да жабамын. Еш нәрсе де болмайды. Қаппағын тек қана жақсап қайнатсаңыздар болды. Банкалар атылмайды. Міне үсті аузына дейін толтырып, осылай шайқап кішкене ауасын шығарамыз. Және де осылай ыстық күйінде қақпағын сразу бұрап тастаймыз. Осындай. Сонда өзі ыстық күйімен, ыстық ауасымен қақпағымыз жауылып қалады, пресстеліп. Енді міне бұрандалы қаппақтар емес, темір қаппақтарым осындай жапқышпен бұрап бірден жауып тастаймыз ыстық күйінде. Сосын түңгілікке банкаларымыздың барлығын төңкеріп, үстін жауып тастау керек жылы күйінде, жылы киімдермен немесе. Достар, міне болдық. 5 килограмм кабачкиден осындай 600-700 грамм икра шықты. Дайындап көріңіздер. Өте оңай әдіс. Және де егер де бүгінгі сіздерге рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналымды дамытуға үлестеріңіз қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Ары қарай да сіздерге қиярлардың, вареньялардың рецептерін салуға тырысамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.